Жолбарыс пен тиін ертегісі. Ертеде бір тауда қалың орманды билеп төстеген бір жолбарыс болыпты. Ол озбыр екен. Зорлық-зомбылық істеумен сол өңірдегі аң атаулыны қорқытады екен. Күндердің күнінде осы жыртқыш жолбарыс қарт аңшының құрған торына түсіп қалады. Қанша бұлқынса да шыға алмай әбден титықтапты. Шығудың еш тәсілін таба алмапты. Дәл осы кезде ағаш басында асыр салып секіріп бір тиін шыға келіпті. Тиінді көрген жолбарыс құтқара көр деп дауыстапты. Ақ көңіл тиін ағаш басынан секіріп жерге түсіп, жүгірген бойы жолбарыстың қасына келіп, торды тісімен қиыпты. Жыртқыш жолбарыс іштей, мен соншалықты қайратты бола тұра аңшының торына түсіп қалдым. Оның үстіне кішкентай тиінге жалынып жалбарындым. Әбден масқара болдым. Егер тиін бұл істі осы өңірдегі аңдарға айтып қойса, абыройымның айрандай төгілгені емес пе деп ойлапты. Сөйтіп ол орнынан ұшып тұрып, тиінге қарай атылыпты. Тиін, енді қайда қашасың депті. Ақыры шеңгелімен оны мыти қармап, енді мылжа-мылжа болған шығар деп ойлаған жолбарыс, шеңгелін жазып қарайын дей бергенде, ағаш басына әлдеқашан шығып алған тиін құйрығын бұлғақтатып: «Жолбарыс мырза, менің істеген жақсылығымды ойлағайсыз» деген сөзі естіліпті.